58. Сталиннің тұсында халық жауларын соттайтын 58-ші бап деп аталатын әйгілі құқықтық тетік болды. Осы бап ол уақытта көп қолданылды. Алайда осы бап қоғамдағы талай жазықсыз жандардың тағдырын өзгертіп, адамдардың көзқарасына, психологиясына, ұстанымына кері әсер етті. Ойнап көкте жасын от, жаһаннамның жойқын суы тасып етті. 58. Есіңізде бар ма әлі? Жазықсыздың жанындағы қасірет. 58. Сұм тағдырдың тұзағы, бейбіт күннің шырқын келіп бұзады. Жарқын өмір тұрған менен жарқырап, басылған жоқ ол жылдардың сыз әлі. Дала төсін жаралаған сан қабір, тарихымның тәніндегі таңба бұл. 58 бейдауа бап емі жоқ, тартатығын кінәсі жоқ жан жәбір. Дүр сілкініп жатты дала таныспақ, ақберен ол ақиқаттан қалысқап. 58 еңіретіп елімді, түнек басты тіршілікті қарыштап. Сол заманның сорын бір сәт ойлашы. 58 қасіреттің қоймасы. Осы баптың аты шықса сол кезде, ағайындың батпайды екен бойғасы. Жазықсыздар, құлағандар жарғаулар, белгілерің алаулаған ар болар. 58 деп айғайлап қалып ем, қарқылдады қорымдағы қарғалар. Алма Түсіпбекова.